Егер өміріңізде бір мәрте болсын ұшақпен саяхат сәтін бастан өткерсеңіз, онда ұшу барысындағы күзетшілер мен тәртіп сақшылардың тіміскі тексерісі сізге таныс құбылыс. Дегенмен осыншама тексерістің алдыда күтіп тұрғанын біле тұра, рұқсат етілмеген сан түрлі заттарды ешкім ойламаған жерге тығып өтіп кетуге тырысатын адамдар бар. Жасырын емес. Ондай жандар өзгені алдаймын деп өзі ақыр ұсталып қалатын сәттерде жиі ұшырайды. Ендеше назарларыңызға әуежайдың тексеріс бөлімінен табылған ақылға сыймайтын заттардың топтамасын ұсынамыз. Неліктен мына әжей ұшаққа отыру сәтінде өзімен бірге қару алып жүр? Өзінің кеудешесіне мына қыз не жасырды? Және неліктен өз шабаданына адамның кесілген басын сақтап жүр? Осы және басқа да оқиғалар жайында толығырақ қозғаймыз. Анадан алыстамаңыздар. Ең алғашқы жайт сіздің езуіңізге еріксіз күлкі сыйлап, ішек-сілеңізді қатырғаннан бөлек аңтан күйге түсіруі мүмкін. Қандай оқиға дейсіз бе? Франкфурт әуежайларының бірінде мынадай қызықты жағдай орын алды. 60 жастағы аяғына протез жасалған мүгедек қартамысжан өзінің әуедегі кезекті іс сапарын аттанбас бұрын ұзақ та қиын тексеріске тап болды. Ақырында оның протезі орнында өткір тістері бар бейсбол таяқшасы табылды. Ал әжейдің айтуынша ол бұл қаруды тек протездің орнына қолданып жүргендігін алға тартады. Сондай-ақ егерде өзіне зорлық немесе шабуыл жасағысы келген жандарды осы қару арқылы соққыға жығуға дайын екендігін де жасырмады. Кезекті күтпеген жайт Стокгольмдегі әуежайда орын алды. Өзінің күдікті болмысымен көзге түскен жас бойжеткен тексерістің қатал сынағына тап болды. Ол өзінің кеудешесін жиі ретке келтірумен көпшіліктің назарын өзіне еріксіз аударған еді. Осы жайт терминалдағы күзетшілердің күдігін тудырып, нәтижесінде ол күдік тудырған кеудешесін көрсету үшін толық тексерістен өтуге мәжбүр. Анықталғандай, ол қос бірдей жаңа туылған майда жыландарды дәл осы амал арқылы діттеген жеріне жеткізуге тырысқан екен. Дәл осыған ұқсас жайт Мельбурн әуежайында көрініс тапты. Мұндағы оқиғаның басты назары өте толық әйелде. Бір қарағанда жай ғана қарапайым адамдардың қатарында. Дегенмен тексеріс барысында бұл сөзіміз жалған кейіпке ұшырады. Яғни тексеріс барысында бұл әйел қозғалған сайын газдалған сусындарды еске салатын дыбыстар шығарумен болды. Осыдан соң қызметкерлер оны толық тексерістен өткізуді жөн санайды. Нәтижесінде бұл әйелдің көйлегінің астына жасырған дүниесі табылды. Ол іші суға толған бірнеше целлофан қалташадағы бөрі балықтар. Ал ендігі таңғалдыратын оқиғаны баяндайық. Мұнда да басты кейіпкер қарт кісі. Бірақ бұл жолы ешкімге зияны жоқ егде тартқан ер адам. Бір қарағанда бұл кейіпкеріміз ешқандай күдік тудырмайтындай. Аяз атаны еске салатын бурыл сақалы бар күлімсіреген жылы шырайлы бұл кісі жүруге арналған арнайы арбашаны қолданатын. Тексерістегі қызметкерлер оны алғашында кезексіз өткізіп жіберуге тырысқан болатын. Бірақ осы сәтте мұндағы жандардың бірі қарт кісінің арбашасынан өзгеше бір дүниелерді байқап қалады. Қос бірдей пышақ, кастет, револьвер, сондай-ақ есірткі жасырылған екен. Артынша ол ұсталып, бұл адамның әлдеқайда жас екендігі анықталды. Осы образ арқылы қарт кісінің бейнесін арнайы жасатқан. Кезекті инцидентке сіздің күлмеуіңіз мүмкін емес. Әуежайға есірткімен кіру бұл әрине өте дөрекі әрекет. Ал сол дүниені жарылғыш гранатаға жасырып кіру деген бұл енді ақымақтық. Мұндай тәуекелге барған жанның жүйкесі қаншалықты мықты деп ойларсыз бәлкім. Дегенмен осындай жайт орын алды. Тексеріс қызметі жігіттің жүксалғышынан гранатаны байқайды. Арнайы мамандарды шақыртып, бұл дүниенің жай ғана мульяж екендігі белгілі болды. Бірақ бар қызық ішінде екен, іші толған марихуана. Ал қазір тексерістен өту барысында толықтай шешінгенмен әрі өте алмаған қыздың оқиғасын баяндаймыз. Және бұл оқиға мұсылман әйелінің басынан өтті. Ол Нью-Йорк әуежайы арқылы өзінің шығыстағы жұбайына қарай ұшу үшін сапар шегуді көздейді. Бірақ бұл ойына металл детектор қарсы болғандай. Әйел қолындағы, қалтасындағы барлық темір дүниелерін шығарады. Ол да нәтиже бермеген соң толық тексерістен өтуге мәжбүр. Қорытындысында толықтай шешінген оның жұбайына деген адалдығын сақтауға арналған темір құрылғыны кигендігі анықталды. Бұл күйеуінің ісі болатын, ал оны ашу үшін кілт қажет. Кілт тек жұбайында ғана. Дәл осы себепті бұл кейіпкеріміздің ұшуына тексеріс қызметі рұқсат бермеді. Ақырғы оқиғаның басты қаһарманы ішіне кесілген басты жасырған жұмсақ ойыншық. Мексикалық сырт келбетке ие жас жігіттің жүксалғышынан сканер үлкен жұмсақ ойыншық ішіне жасырынған адамның басы іспеттес дүниені байқайды. Ал ойыншықтың тексерістен өту сәтінде расымен де ішінен адамның кесілген басы табылды. Бұл өзге бір мексикалық адамның басы болатын. Артынша белгілі болғандай бұл әйгілі қылмыстық топтың өкілі екен. Өзінің басшысына тапсырмасын дәлелдемек ниетте бұл кесілген басты жүксалғышына жасырған.